Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге баланың қаржылық сауаттылығын арттыратын пайдалы кітаптар жайлы айтатын боламын. Балаңыз күнделікті шығындарға деп берген ақшаны дұрыс жұмсай ала ма? Қажеттілік пен қалау принциптерін үйреттіңіз бе? Әлде қалағанды алып бер деп әлі күнге дейін қиғылық сала ма? Қазір көптеген ата-ана балаларының қаржылық сауаттылығын арттыруға тырысып бағуда. Қаржылық біліктілікке баулуды неғұрлым ерте бастаудың пайдасы көп екенін жиі ойлана бастадық. Себебі өзіміз де мұндай ситуациялармен талай рет бетпе-бет келдік. Болашаққа қор жинау, қаржыны жоспарлау, өзінің кірістері мен шығыстарын талдай алу, қаржы операцияларын онлайн жүргізу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау, осындай бәрі балаларымыздың ертеңгі өміріне қажет болатын дағдылар. Осы орайда біз баланың қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған пайдалы кітаптарды ұсынамыз. Бұл оқу құралдары жеңіл тілмен, қызықты ойындармен және бейнелеуіш суреттермен балаңызды бірден баурап алады. Олай болса, бірінші кітабымыз «Балаға ақшаны қалай таныстырамыз». Авторы Сергей Беденко және Ирина Золотаревич. Көлемі шағын болғанымен өте қызықты кітап. Кішкентай бүлдіршінге ыңғайлы болу үшін баланың жасына қарай блоктарға бөлінген. Әр тақырыпқа сай қаржыны дұрыс пайдаланудың тетіктерін үйретеді. Сондай-ақ кітапшада ақшаны орнымен жұмсауға баулитын 100 ойын бар. Кітапшаның тағы бір ерекшелігі балалар әдебиетінен қаржыға байланысты мысалдар келтіреді. Келесі кітабымыз Теңгегүл мен оның достарының бастан кешкен қиял ғажайып оқиғалары. Көңілді қаржылық сауаттылық сабақтары. Қазақ және орыс тілдерінде шыққан бұл оқу құралы бастауыш және орта мектеп жасындағы балаларға арналған. Мұнда 3 достың және сиқырлы монетканың қаржы әлеміндегі бастан кешкен оқиғалары туралы баяндалады. Кітаптың құрылымы ақша туралы қарапайым әңгімелерден басталып, біртіндеп күрделене түседі. Кейінірек оқиға барысында терминдермен, ұғымдар және анықтамалармен танысады. Балаңызда кітап кейіпкерлерімен бірге жеке және отбасылық бюджет туралы бастапқы білімнің біртіндеп қаржы құралдарының маңыздысын ажыратып, қаржы нарығы қалай жұмыс істейтіні туралы хабардар болады. Кітапты түрлі тапсырмалармен қатар ойындар, қосымша материалдар мен комикстер берілген. Келесі кітап «Балалар және ақша». Авторы Евгения Близковка. Көп жағдайда балалар отбасылық бюджет тақырыбымен ең алғаш дүкенде бетпе-бет келеді. Ұнаған ойыншығымды сатып әпер деп қиғылық салып жылаған баланы талай рет кездестірдік. Ата-анасының қазір ақша жоқ деген сөзін түсіне алмайды. Анығында 3 жасар сәбиге де сатып алуды жоспарлау керегін түсіндіруге болады. Және бұл өте маңызды, себебі бала қажеттілік пен қалаудың айырмашылығын түсінбейінше қиғылық салуын қоймайды. Кітап авторлары баланың ақыл мен жинатуды және үнемдеу дағдысын игеру үшін қаржылық сауаттылықты үйретуді қалай бастау керек екені туралы керемет кеңестер ұсынады. Келесі кітап «Ақша туралы нұсқаулық». Қаржы әлеміне арналған таңғажайып түсіндірме. Авторы Хайди Фидлер. Бұл ерекше кітап қарапайым тілмен-ақ қызықты мысалдар негізінде экономикалық терминдерді, ақша табуды, оны сақтай білу мен жұмсауды үйретеді. Сонымен қатар қаржы тетіктерімен жұмыс істеу қағидаларын түсіндіреді. Баланың зейінін ашу үшін түрлі түсті иллюстрациялармен безендірілген. Келесі кітап «Money атты ит». Авторы Бодо Шефер. Кітапта кішкентай қыз бен лабрадор тұқымды ит Маннидің тарихы әңгімеленеді. Сөйлей алатын төбет Манни кішкентай қызды алға қойған мақсатқа жеткізуге және ең қиын жағдайларда табанды болуға үйретеді. Өмірде кездесетін практикалық кеңестер, шытырман оқиғалы хикаялар балаларға ғана емес, ересектерге де пайдалы болады. Келесі кітап «Ақшаны қалай дұрыс жұмсауға болады». Авторы Джерри Бейли және Фелиция Лау.
Бұл кітапта авторлар сауда-саттық қағидаларын жан-жақты балаларға түсінікті тілмен талдайды. Баға белгілеу, тұтынушылық кредиттер, импорт және экспорт, кедендік сүйемелдеу және ақылмен сатып алу сынды болашақ кәсіпкерге керек кеңестердің бәрін осы оқу құралынан таба аласыз. Келесі кітап жасөспірімдерге арналған «Бай әке және кедей әке» кітабы. Автор Роберт Кийосаки. «Бай әке және кедей әке» кітабы көпшілікке танысақ, ал кітаптың бұл нұсқасы жасөспірімдерге арналған. Олардың ақшаға басқа көзқараспен қарауына, өздерінің қаржылық мақсаттарына қол жеткізу жолында қандай әрекеттер жасау керек екенін баса назар аударылған. Кітапта ақшаны басқара алу қабілеті ерекше тоқтатылады, яғни ақшаны активтерге айналдыру жолы жан-жақты түсіндіріледі. Достар, осымен балалардың қаржылық сауаттылықтарына арналған біраз кітаптарды сіздерге таныстырып шықтым деп ойлаймын. Балаларыңыздың болашағы жарқын, кредитсіз өмір сүрсін десеңіздер, ерте жастан балаларыңызды қаржылық сауаттылыққа баулыңыздар. Бүгінгі шығарылым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Әр қазақ бай, бақуатты болсын. Келесі кездескенше.